Сондай-ақ олар уа Раббымыз, түсірген кітабыңа иман келтірдік және елшінің соңынан ердік. Бізді өзіңнің түсірген кітаптың, жіберген елшінің хақ екендігіне куә болушылардың қатарына жазғайсың, деп жалбарынды. Олар, яғни күпірлікте, қасарысқан яһудилер Исаға қастық ойлап тұзақ құрды. Алла тағала болса өз қалауын жүзеге асырды, яғни олардың құрған тұзақтарын түкке тұрғысыз етіп, тиісті сазайларын берді. Алла тек жақсылыққа негізделген өз қалауын жүзеге асырушы, яғни мүмін құлдарына қарсы тұзақ құрғандарды өздері құрған тұзаққа түсіруші. Сол кезде Алла, уа Иса, сенің пайғамбарлық міндетің аяқталды. Енді сені бақиға аттандырамын. Сені өз дәргейіме көтеріп әкетемін. Һәм күпірлік қылғандардан құтқарып, кінәсіз пәк екеніңді паш етемін. Сондай-ақ, қиямет қайымға дейін соңынан ергендердің мерейін күпірлікте қасарысқандардан үстем етемін. Сондай-ақ, кейін бәрін маған қайтасыңдар. Сонда фәниде бір-бірінмен таласып тартысқан мәселелеріне қатысты өзім билік айтып, кесімді үкім шығарамын, деп айтты. Ал күпірлік қылғандарға келсек, оларды дүниеде һәм ақыретте ауыр азаппен жазалаймын. Сонда олардың азаптан құтқаратын бірде-бір жанашыр медеткер болмайды. Ал иман келтіріп, игілікті істер атқарғандар болса, Алла олардың қарымын толық қайтарады. Алла аяттарын жоққа шығарып, күпірлік қылған һәм өзгелерді өзіне серік етіп қосқан залымдарды жақсы көрмейді. Уа Мұхаммед, міне осынау ақиқаттарды саған аяттардан және хикметке толық Құраннан оқып берудеміз. Шынында Алланың алдына дүниеге келу тұрғысынан Исаның мысалы адамға ұқсайды. Алла оны, яғни адамды ер мен әйелдің қатысынсыз топырақтан жаратты. Содан кейін оған рух үрлеп бол дегенде бірден бола қалды. Ақиқат тек қана Раббынан келеді. Бұл да Раббынан келген ақиқат. Ендеше күмәншілдер қатарына қосылма. Өзіңе осынау хақ ілім жеткеннен кейін, кімде-кім сенімен Иса жайлы сөз таластыратын болса, ондайларға қане келіңдер, біз өз балаларымызды, сендер өз балаларыңды, біз өз әйелдерімізді, сендер де өз әйелдеріңді, сондай-ақ біз өзімізді, сендер де өздеріңді бір жерге шақырайық. Содан кейін бәріміз бір ауыздан шын көңілден Аллаға жалбарынайық. Сөйтіп Алланың лағнеті өтірікші кәззаптарға жаусын деп қарғыс айтайық де. Міне Исаға қатысты ақиқат осы. Алладан басқа тәңір жоқ, шүбәсіз Алла азиз, ұлық, бәрінен үстем, һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімі талай хикметке толы болған асқан даналық иесі. Егер олар ақиқатты мойындамай сырт айналып кете барса, шүбәсіз Алла ондай бүлікшіл бұзғындарды жақсы біледі. Уа Мұхаммед, оларға уа кітап иелері, қане бізге де сендерге де ортақ болған арамыздағы мына сөзге келейік. Алладан басқа ешкімге табынбайық, және оған ешкімді һәм еш нәрсені серік етіп қоспайық. Сондай-ақ Алланы ұмытып бір-бірімізді тәңір тұтпайық, деп айт. Егер олар бұл үндеуге құлақ аспай сырт айналып кете барса, онда ендеше куә болыңдар. Шүбәсіз біз Аллаға қалтқысыз мойынсұнған мұсылманбыз, деп айтыңдар. Уа кітап иелері, сендер неліктен Ибрахим пайғамбар жайында ол яһуди еді, немесе христиан еді деп дауласасыңдар. Өздерін де білетіндей Тәурат та Інжіл де оған кейін түсірілген. Сәл де болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Мақұл, өздерін азды көпті білетін мәселе Иса хақында дауластыңдар делік.
Ал енді өздерін жарытып білмейтін мәселе, яғни Ибрахим жайында неге сөз таластырасыңдар? Анығында ақиқатты бір Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Шынында Ибрахим яхудиде, христианда болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтқысыз мойынсұнған шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшриктерден де емес еді. Шынында адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар, оның соңынан ергендер, мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Ал мүміндердің жанашыр досы. Кітап иелерінің арасындағы бір топ сендерді ақиқаттан адастырып, тура жолдан тайдырғысы келеді. Шынтуайтында олар өздерін ғана адастыруда, һәм соның парқына да бармауда. Уа кітап иелері, қолдарындағы кітаптан хақ екенін көріп тұрып, неліктен Алланың аяттарын елден жасырасыңдар, һәм мойындамай күпірлік қыласыңдар? Уа кітап иелері, неліктен біліп тұрып ақиқат пен жалғанды араластырасыңдар және ақиқатты жасырасыңдар? Кітап иелерінен яһудилерден бір топ бір-біріне иман келтіргендерге, түсірілген кітапқа таңертең сырттай болса да иман келтіргендер және кешке қарай күпірліктеріңді паш етіңдер. Бәлкім сонда олар күмәнға бой алдырып, қайтадан бұрынғы діндеріне қайтар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.